Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен жаңа бөлім бастаймыз. 8-ші бөлім демалыс мәдениеті, мерекелер. Бірінші сабақ демалыс мәдениеті. Ребята, мы начинаем с вами новый раздел «Культура отдыха, праздники». И сегодняшняя наша тема – это культура отдыха. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Мәдени саяхат, культурное путешествие, көңілді, весело, сыпайылық сақта, сохраняй вежливость, қатты сөйлеме, не говори громко. Менімен бірге оқы, прочитай вместе со мной. Мен сыпайылық сақтаймын, сен сыпайылық сақтайсың, сіз сыпайылық сақтайсыз, ол сыпайылық сақтайды. Суретке қара, посмотри на картинку. Суретте кімдерді көріп тұрсың, олар не істеп жүр? Суретте балалар ата-аналарымен демалып жүр. Екінші тапсырма, мәтінді оқы, Әлібектің сыныбын сипаттайтын сөздерді тап. Прочитай текст и найди слова, описывающие класс Әлібека. Біз сыныппен мәдени саяхатқа шығамыз. Демалыста музейге, театрға, саябақтарға барамыз. Біздің сынып көңілді. Апай бізге музейде, театрда қатты сөйлемеңдер, қатты күлмеңдер, сыпайы болыңдар дейді. Біз тазалық сақтаймыз, қоқыс тастамаймыз. Апай бізге жарайсыңдар дейді. Мы с классом идем в культурное путешествие. На выходных мы посещаем театры, парк и музей. У нас класс очень веселый. Наша учительница нам сказала, что в музее, в театре не говорить громко, не смеяться громко и быть вежливым. Мы не бросаем мусор, соблюдаем чистоту, и нам сказали, что мы молодцы. Үшінші тапсырма, Әлібектің сыныбын сипаттайтын сөздерге сұрақ қой. Задай вопрос тем словам, которые описывают класс Әлібека. Әлібектің сыныбы көңілді. Әлібектің сыныбы қандай? Оқушылар сыпайы, тазалық сақтайды. Оқушылары қандай? Төртінші тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, сыныбың туралы айт. Используя опорные слова, расскажи про свой класс. Үлгі. Пример. Менің ойымша сыныбымыз үлгілі. Оқушылар шуламайды. По моему мнению, у нас класс примерный. Ученики не шумят. Тірек сөздер, опорные слова. Жалқау, ленивый, ақылды, умный, сыпайы, вежливый, шулайды, шумят, қиын, трудный, тентек, проказник. Бесінші тапсырма, мәтінді оқып, сұраққа жауап бер. Прочитай текст еще раз и ответь на вопрос. Олар демалыс күндері қайда барады? По выходным куда они идут? Олар музейге барады, театрға және саябаққа барады. Алтыншы тапсырма, дұрыс нұсқасын таңдап жаз. Напиши, выбирая правильный вариант. Біз сыныппен мәдени саяхатқа шығамыз. Театрда, музейде сыпайылық сақтаймыз. Біздің сынып көңілді. Біз сыпайы сөйлесеміз. Жетінші тапсырма, мәтінді оқы, сыпайылық ережесін тап, дәптерге жаз. Прочитай еще раз текст и найди там правила вежливости и напиши в тетрадку. Сегізінші тапсырма, дұрыс жауабын айт. Выбери правильный вариант. Кел жаттайық. Выучи. Сыпайылық жоқ жерде сыйластық та жоқ. Есте сақта, запомни. Мәдени саяхатқа шығамыз. Музейде, театрда қатты сөйлеме, қатты күлме, сыпайы бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.